Баршаңызға сәлем. Бүгінгі бөліскелі отырған тағамым Қарақалпақ елінің тағамы хожелі манты деп аталады. Егер сіз ащыны ұнатсаңыз, мантыға қызыл бұрыш сеуіп жесеңіз болады. Ал егер ащы ұнамаған жағдайда, онда сұйық майға паприка қосып араластырып, мантының ыстық кезінде жағып жейсіз. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін жылы суға тұз салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырды демалдырып қоямыз. Қамыр демалу барысында салмасын дайындауға кірісеміз. Пиязды ұсақтап тураймыз. Фарштың үстінен саламыз. Содан соң дәміне қарай тұз бұрыш салып, жақсылап араластырып қоямыз. Содан соң жаймасын жаюға кірісеміз. Бұл мантының басқа мантылардан ерекшеліктерінің бірі, қамыры өте жұқа жайылу керек. Және көлемі жағынан да үлкен болады. Басқа мантыларға қарағанда. Еті де аз болады. Осылай жағып қана қоясыз. Сіздерге барынша түсінікті болсын деп осылай түйуге тырыстым. Міне осындай болып шығады. Мантының суын қайнатып қоямыз. Содан соң манталарканы майлап, дәл видеодағыдай әрбір манты салған сайын сұйық маймен майлап отырамыз. Міне осылай орналастырамыз. Әрбір манты салған сайын майлап отырамыз. Себебі мантылар бір-біріне жабысып қалмау керек. Бұл мантының тестісі өте жұқа болғандықтан және еті аз болғандықтан 20 минутта пісіп шығады. Дайындалу жолы ұзақ болғанымен өте дәмді манты болып шығады. Жасап көріңіздер.